Мағжан, мен саған жұмбақ жасырайын. Сен соның жауабын тауып көрші. Өзі ащы, дәмді етер асты. Бұның жауабы қандай? Азетов. Жарайсың, Мағжан. Жұмбақтың жауабын дұрыс таптың. Енді балам, саған осы тұзбен қызықты тәжірибелер жасаған ұнайды ма? Әже ұнайды. Олай болса, қызықты тәжірибені жасамастан бұрын ең алдымен қауіпсіздік ережелерін еске түсіріп алайық. Мағжан, олай болса, қауіпсіздік ережелерін еске түсіріп алайық. Қолымызбен аузымызды ұстауға болмайды. Қолымызбен көзімізді ұстауға болады. Көзімізді ұстауға болмайды. Және де аузымызды қолымызды аузымызды ұстауға болмайды. Дұрыс айтасың. Мағжан, олай болса, бүгінгі зерттеуімізге қажетті заттарды еске түсіріп алайық. Сен айта қойшы, мен мына столдың үстіне қандай заттарды қойып тұрмын? Мынау тұз. Жарайсың. Мынау не? Су. Мына екеуі не, Мағжан? Картошка. Жарайсың. Және де бізге мынау тұрған ақ арақ керек екен, е? Сосын мынаның атын айтып жіберші, Мағжан. Қылқалам. Жарайсың. Бұның аты қылқалам екен. Біздің бүгінгі зерттеуімізге қажетті заттарымыздың барлығы түгел екен. Тұзды жабын ұлпасының үстіне салдық. Енді осының түсі қандай, Мағжан? Ақ. Дәмі қандай тұздың? Ащы. Мен саған бұнан да үлкен ұлғайтқыш микроскопты алып келдім. Енді сен осыдан тұзды көріп жібер. Мағжан, тұз қандай екен? Не тәріздес екен? Тәрізді, әже. Мағжан, біз тәжірибемізді әрі қарай жалғастырайық. Мына стаканға су құямыз. Енді осы судың үстіне сен тұз сал. Енді араластыр. Енді осы тұз араласқан суымыздың дәмін көрейік. Қандай бұның дәмі? Ашы. Жарайсың. Мынау жаңағы стакандағы суға сен тұзды салдың, е? Тұз салдың. Енді осыған мына картошканы салып көрші. Жарайсың. Енді айта қой. Картоп судың қай жағында тұр стаканның? Төбесінде тұр. Стаканның жоғарғы жағына шықты, е, картоп, е? Екінші стакандағы бұл таза су. Енді осыған да картопты салып көр. Енді айта қой. Қандай құбылыс байқап тұрсың? Астында. Стаканның түбінде тұр, е? Мағжан, енді мынау ақ параққа біз күннің бейнесін бейнелейік. Мағжан, енді осы күннің суретін салдық, осының үстіне тұзды себелеп шыға қой. Мағжан балам, осы күндей күлімдеп жарқырап жүре бер. Жолың тұздай аппақ болсын. Келесіде де осындай жақсы зерттеулер жасаймыз деген сенімдемін. Әрине, әже жасаймыз.